менің есімім Тата. Мен шашым қысқарғанын көріп отырсыздар. Түрім кішкене басқаша көрінуі мүмкін. Мен 10 жылдан астам маркетингпен айналысып келе жатырмын. Қазіргі таңда мен Яндекс білім беруде жұмыс істеп жатырмын, ал оған дейін музейде және мұражайда, стартапта және медиаларда жұмыс істеп үлгердім, әртүрлі салаларда, яғни бренд коммуникацияларда жұмыс істеп келемін қазір Яндексте, және де мен бұл өнімдер қандай қызмет атқаратынын және де тұтынушыларға ол ақпаратты жеткізумен айналысамын. Сол үшін де маған Яндекске келуімнің себебі ол технологияларға қызығамын, және де мен әрдайым жаңа шешімдерді табуды ұнатамын. Сол үшін сол арқылы ақылға қонымды коммуникация орнату мүмкіндігін беру үшін мен Қазақстанның тарапына менторлықпен айналысамын, және де бұны мен мақтан тұтамын. Осы жерде менің ұжымның қатысып отырған біреу бар ма жоқ па білмеймін, адамдар тізімін қарап үлгермедім, бірақ егер бар болса, онда барлығыңызға сәлем. Және де енді біз вебинарымыздың құрылымына өте аламыз. Бүгін біз сіздермен жылдам түрде сіздің видео питчіңіз қандай көріністе болу керек дегенге тоқталамыз. Жалпы әртүрлі жұмыс кезеңдері туралы сөз қозғаймыз. Және де сіз өзіңіздің видео питчіңізге қоса алатын негізгі әдістерді айтамыз, оны тиімдірек ету үшін. Және де соңында дайындық чек-листін қарайтын боламыз, әртүрлі кезеңімен өзіңіздің видео питчіңізді түсіруге көмектесетіндей. Енді бастасақ болады. Ал енді формалды, яғни ережелік талаптар деп айтайық. Питчтің жалпы идеясы бір және мақсаты бір. Өте жылдам түрде өнім туралы айту, ұжым туралы айту, және де яғни ұжымның амбициялары туралы айту. Сол арқылы бұл видеоны немесе баяндаманы көретін адамды бұл өнімнің және де бұл ұжымға сенім арту керек екеніне сендіру, көндіру немесе. Бірақ әрине әртүрлі жобаларда әртүрлі ерекшеліктер бар. Жалпы сіздердің кейбіреулеріңіз онсыз да видео питчтерді Техновейшнға түсіріп бастаған да шығарсыздар. Ол туралы біз сөз қозғап көреміз. Біздің видео питчіміздің мақсаты да сол болады. Енді біздің формалды ережелерден алатын болсақ, бізде тапсырма және мақсат шығады, міндетіміз. Сіз өзіңіздің жобаңыз арқылы шешетін мәселелерді нақты анықтап алуыңыз керек. Не үшін бұл мәселе сіз үшін маңызды? Яғни көптеген мәселелердің ішінен не үшін бұны таңдадыңыз? Және не үшін онымен айналысамын деп шештіңіз? Сол арқылы белгілі бір зерттеулерді көрсетуіңіз керек. Қандай да бір құралдарды зерттеп көргеніңізді көрсетуіңіз керек. Бұл мәселенің маңыздылығын растайтын идеяларды айтуыңыз керек. Яғни бірнеше, яғни негізгі фича әртүрлі сипаттарын көрсете білуіңіз керек. Сол арқылы мәселені шешуге болатын көрсету үшін, және де бұл технология не үшін де ең дұрыс таңдау екенін түсіндіре кету маңызды. Не үшін бұл мәселені басқа құралдармен салыстырғанда жақсырақ шешеді дегендей ақпарат беруіңіз керек. Немесе бұл технологияны мүлдем қолданбаған жағдайдан қарағанда бұның артықшылығы неде екенін көрсетуіңіз керек. Және де бесіншісі, бұл мәселемен бетпе-бет келіп отырған адамға да бұл сіздің жобаңыздың арқылы мәселенің жеңілдеу немесе оны еңсеруге көмектесетін жолдарын көрсетуіңіз керек. Бірақ әрине бұл біздің питчтің барлық міндеттері емес. Біздің басқа да мақсат міндеттеріміз бар. Назар аударту, таңғалдыру, өзіңіз бұл жобаға көп еңбек сіңіргеніңізді көрсету, бұл мәселе қаншалықты сізге үшін маңызды екенін көрсету, прогрессті көрсету. Бұның барлығын ұмытпау керек. Өйткені бұлар өте маңызды нәрселер. Формалды критерийлер туралы айтқанда, сіздер әрине бір сендіретін видео баяндама жасауыңыз мүмкін. Ал видео питчтің ерекшеліктерінің бірі сіз өзіңіз жүріп өткен жолды көрсету. Яғни мәселені анықтап болған сәттен кейін оның шешімін көрсеткенге дейінгі аралықта еңбегіңізді
қаншалықты бұл идеяға сенетініңізді және де оның нәтижелі бола алатынына қаншалықты сенетініңізді көрсете білу маңызды. Ал енді біз өзіміздің негізгі және ең ұзын бөлігіне сіздер не істеу керек екенін білсеңіздер, жалпы сіздердің ұжымдарыңызды оның жобаларыңыздың қаншалықты сәтті болғанын көрсетеді. Одан кейін ол мәселенің маңыздылығы, нарықта қандай шешімдер бар, қандай зерттеулерді жүргізіп үлгердіңіз, сіздің қосымшаңыз қалай жұмыс істейді, қандай технологияларды қолдандыңыздар, сіздер оны тестілеуден өткіздіңіз бе, яғни сынақтан өткіздіңіз бе, жоқ па? Яғни ол қандай да бір кері байланыс болса, оны да алу, қосу және де дамуға деген мүмкіндіктеріңіз бар ма, жоқ па, соны қарастырып айтсаңыздар болады. Яғни сіздер осындай да осындай тапсырмаларды орындайтын нұсқаларды жасадым дегендей ақпарат беруіңіз керек. Және де одан кейін уақыт өте келе өзіңіздің қандай да бір қосымша қызмет мүмкіндіктерді ұсына алатыныңызды да көрсетсеңіз болады. Осы пункттардың маңыздылығы осында. Келесі кезең, яғни түзету. Біз жалпы барлық жинаған ақпаратымызды түзетуіміз керек. Яғни редакциялау деп айтамыз. Ол жерде біз бір нәрсе жазған болсақ, бір бет, бір парақ ақпарат жинап алған болсақ, ол қосымшаның ішінде, яғни бір сөйлемнің ішіне мысалы бір нұсқаулық сиятындай ақпаратты сығымдау қажет. Сіздер жалпы зерттеу жүргізген болсаңыздар, және де сіздер бұл зерттеудің нәтижелері толыққанды маңыздылыққа ие екенін айтқыңыз келсе, өйткені бұл көптеген адамдардың өміріне маңызды дегендей себептермен сіз 1, 2 немесе 3 тезисті таңдауыңыз керек. Бұл зерттеу көлемінің ішінен оны анық, айқын көрсететін. Әрине бұл қиын әжептәуір. Сізден көп уақытыңызды қажет етеді. Өйткені сіздерде онсыз да не нәрсенің артық екенін, не нәрсенің қажет екенін, соның барлығын талқылап алуыңыз керек. Ұжымның ішінде барлығы бір нәрсеге келісе бермеуі де мүмкін дегендей. Маған әрдайым қиындау болады ақпараттарға жалпы деректерді сыйғызу 3 минуттың ішіне, яғни хронометраж тұрғысынан сіз өзіңіздің видео питчпен не айтқыңыз келеді, ең негізгі деген, ең айқын және есте қаларлық нәрселерді айтып үлгеру. Яғни сіз 3 немесе 5 кезеңнен тұратын осы редакциялау мәселесі, яғни сіздер бұл мәселені шеше білсеңіздер, орнымен 1-2 бет парақты қойып, редакциялау барысында ақпарат жоғалып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Яғни осыған дейінгі слайдта болған қандай мәселе, ол не үшін маңызды, сіздер үшін не үшін маңызды дегендей сонда сол сұрақтарыңызға жауап таба аласыз. Осыдан кейінгі кезеңде біз шамамен сценарий жасауға кірісе аламыз. Бұл қысқаша сценарийді минуттың ішіне сыйғызатындай етіп жасауымыз керек. Барлық пункттарды атап өтуіміз керек әрине. Барлық ұжым үшін бұл мәселе тоқтап тұрғандай көрінуі мүмкін. Сіз жай ғана тұрып ол жердегі мәтінді оқып беріп отырғандай, бірақ егер де сіз мысал ретінде айтатын болсақ, қосымшаны тайм менеджментке жасадық деп есептесек, жас аналарға деген, мүмкін сіз жас аналарға уақыт жетпейді деп айтқаннан гөрі жас ананы көрсете аласыз ғой видеоның ішінде, яғни асханасында өзінің баласының қолында ұстап ары бері жүргенін көрсетіп, оның да уақыты жоқ дегендей осындай бейнелеу арқылы мысал келтірсеңіз болады, видеоңызда.
Коллаж техникасын ол үшін қолдануға болады әрине, және тағы басқалар. Бұл жерде біз әрине бұл сценарий кезеңінде ойлануымыз керек нәрсе, сіздің баяндамаңыз эмоциялық байланысты қалай ұстап тұруға болатынын анықтап алуыңыз қажет. Мысалы, сіздерде қысқаша мәтін болса, сіздердің жобаларыңызға қатысты қандай да бір құрылым бар болса, сосын сіздер өздеріңіздің жобаларыңызбен бірге қандай да бір уақыт өмір сүріп, оны ең маңызды деп санайтыныңызды, және де сіздердің қосымшаларыңызсыз адамдар қалай ғана өмір сүріп жатыр дегендей сондай ақпаратты және сондай сезімді жеткізіп үлгерулеріңіз керек, сіздің питчіңізді қарайтын. Және де жалпы әлемдегі барлық адамдарға осы ақпаратты жеткізуге тырысуыңыз керек. Қандай да бір құралдар арқылы сіздер және өздеріңіздің осы уақыттың ішінде эмоциялық байланысты жоғалтып алмайтындай өзіңіздің баяндамаңызбен. Бұл жалпы оңай болып көрінуі мүмкін. Бейне, яғни өте қысқа болуы мүмкін, 3 минут қысқа болып көрінуі мүмкін, 3 минут болғандықтан, жалпы сол 3 минуттың ішінде сіз жоғалтып алмау үшін сіз маңызды ақпараттың барлығын жеткізіп үлгеруің керек дегендей, сіздер әртүрлі әдістерді қолданып көруіңіз болады. Осы 3 минуттың ішінде барлығының іші пісіп кетпейтіндей, өздерінің көңілдері басқа нәрсеге бөлініп кетпейтіндей, яғни назарын аударылатындай барлық жағдайды жасап көруіңіз керек. Келесі кезең ол storyboard. Бұл менің сүйікті кезеңім десем болатын шығар. Өйткені бірінші кезең осы storyboardты жалпы басқа да кезеңдерге қатыстырып жасауға болады. Егер де сіз ұжымның ішінде болсаңыз, онда қазірдің өзінде жасауыңыз мүмкін, немесе сіз оны қазір жасап жатқан да болуыңыз әбден ықтимал. Technovation өткен жылдармен қарайтын болсақ, жалпы ол өте өзекті болған нәрсе. Бірақ әрине сіздер TED яғни TED конференциясында сөйлеген сөздеріңізді, яғни стартаперлердің сөздерін, питчерлерді, олар инвесторлар болуы мүмкін, немесе питч форматындағы телешоулар болуы мүмкін. Кейбір жалпы біреу өзінің жобасын сату үшін қысқаша және жылдам түрде барлық маңызды ақпаратты жеткізу керек болса, бұл жалпы бұл нәрсемен ұзақ уақыт бойы айналыса беруге болады әрине, бірақ ең маңыздысы бізде жалпы тайм менеджмент тұрғысынан барлығы жақсы болып қалу керек деген ойдамын. Жалпы алғанда өте көп маңызды питчтер бар. Біз оларды категорияларға бөлуіміз керек. Олар тек қана команда ұжым ретінде ғана емес, мына нәрселер маған ұнады, мына нәрселер маған ұнамады дегендей, осылай екі түрлі топқа бөлуіңіз керек. Әрбір топтан келген ұжымдарға сіздер оны алып, оны жалпы сіздерге ұнаған нәрселердің ішінен не нәрсе ұнады нақтырақ, және ұнамаған нәрселердің ішінен не нәрсе нақтырақ айтқанда ұнамады. Мысалы, 10 видео болса, сізге қатты бір ұнай қоймаған. Мысалы, сіз бірінші видео маған ол тым ұзақ болғандықтан ұнамады. Немесе екіншісі видео маған оның түсірілім сапасы төмен болды, жоба туралы ойлану қиын болды, өйткені камера дірілдеп тұрды дегендей. Үшінші видео мысалы маған ұнамауының себебі сөйлеген адам сенімсіз сөйледі деген сияқты. Сол үшін де осындай бір үстіртін ғана әсер алуы мүмкін көп адамдар. Ал кейбір ұнатқан топтарға мысалы титрдағы әдемі суреттер ұнаған болуы мүмкін. Немесе бір адамдардың энергиясы, яғни ұнауы мүмкін, иә, көріп отырған адамға. Шынайы өмірдегі түсірілімге ұқсағандықтан ұнауы мүмкін, иә, ол көрермендерге. Сіздерге жалпы өздеріңіздің сторибордтарыңызды жасау барысында, яғни ұжымның ішіндегі жинақтаған барлық ақпарат қаншалықты ұнайды дегендей тұрғыдан қарап, басқа да адамдардың видеосында сіздерге не ұнады, соларды алсаңыз болады. Басқалардың видеосында не ұнамады, солардан аулақ болуға тырыссаңыз болады. Осы питчтерді, яғни видео питчтерді дайындау барысында. Мен жалпы жаңа сториборд туралы айтуды ұмытып кетіппін. Сториборд деген ол суреттер жинағы. Сценарий деп айтуға болады, бірақ мәтін түріндегі емес, сурет түріндегі. Мысалы, сіз сценарийді жазған болып,
карасаңыз және де әр түрлі тезистерди калай иллюстрациялайм дейтин болсаңыз, калай бейнелейм дейтин болсаңыз, бирок осы storyboard кезеңинде сиздер тек кана буларды иллюстрациялоо тургусунан гана эмес, жалпы бул нерсени мәтіннің сипаттамасы, мәтін түріндегі сипаттама, бейне түрінде, сурет түрінде қалай көрініс таба алат деген мәселені қарастырып көре аласыз. Storyboardты дәптердің ішінде жасасаңыз да болады тіпті. Storyboard.com сайтына кіріп, мысалы, ол жақтағы онлайн редакторды қолдансаңыздар болады. Ол жақта өте қарапайым, оңай интерфейс. Сіздерге жалпы ол жерде бәрі оңай болады деген ойдамын. Ақ парақшаның бетінде дайын қажетті элементтер бар. Егер де сіздер қаланың ішінде түсірілім жасағыңыз келсе, немесе онда сіздер оны дәптердің ішінде жасасаңыздар, мысалы, 3 үйді салып суретін, орталық көше деп сөзбен де жазып қойсаңыз да болады. Бірақ әрине онлайн редакторлардың ішінде ол нәрсені реттеу және олармен жұмыс істеу оңайырақ. Және одан кейін әрбір сценарийдің кезеңін иллюстрациялар кезеңі деп атауға болады. Ол дегеніміз міндетті кезең деуге келмес, бірақ өте маңызды кезең. Өйткені сіздер онымен қаншалықты жұмыс істесеңіз, соншалықты сізге келесі кезеңдерде оңайырақ болады түсірілімге кіріскен сәтте. Егер де сіздер әрбір кадрды бейнелеп, қандай ракурс болу керек, қандай адамдар кадрда болу керек деген сияқты нәрсенің барлығын storyboard кезеңде жасап қойсаңыз, онда ана жерде тұрып, кейінгі кезеңде түсірілім жасап жатқан кезде, камераның артында тұрған кезде, не істеу керек екенін сол кезде біліп отырасыз, яғни барлығын жүйелеп қойсаңыз. Сол үшін де осы кезеңге, дәл осы storyboard кезеңіне көбірек уақыт бөлуге кеңес беремін. Жалпы кімнен кейін қандай сахнада болу керек деген нәрсені суреттерді салып жатқан уақытта ол нәрсенің бәрін анықтап алған әлдеқайда жақсырақ. Сіз мысалы бір нәрсені 15-ші дубльдан түсіріп, ол әлде де сізге ұнамай жатса, ол кезде уақытты жұмсап отырғаннан гөрі, сол үшін де қазір осы кезеңде оны жасап алдын ала дайындап қойғандарыңыз жөн. Сол үшін де сіздерге түсірілу сол арқылы оңай бола түспек. Жалпы түсірілім кезеңіне дейін сіздерде барлық ақпарат бар, сценарий күйіндегі, немесе сіздерде storyboard бар, қандай да бір фреймдердің саны бар, кімнен кейін сөйлейтінін, қандай мәтін, қандай кездерде айтылатынын және көрініс табатынын экранның бетінде. Содан кейін түсірілім барысында тағы бір маңызды нәрсе, сіз кез келген құрылғыға түсіре аласыз. Ол телефон болсын, немесе кәсіби камералар мен фотоаппараттары болмасын, барлығына түсіруге болады. Ол сіздің өзіңізде болсын, достарыңызда болсын, ата-аналарыңызда болсын, оны түсіре аласыздар. Жалпы камераның алдында тұрып, түсірілімдерге қатысу оңай емес. Біздің ұжымымызда жалпы өте сонда камераның алдында өзін жақсы сезінетін адамдардың бар екеніне қуаныштымын біздің ұжымда. Жалпы мен өзім бір сондай адамдарды білемін, камераның алдында тұрған кезде өзін сенімсіз сезінетін. Жалпы бірақ оған да үйрететін әртүрлі жүргізушілер, әртүрлі актерлер бар. Әрине барлығы адамдардың көпшілігі жалпы түсірілім барысында өте алаңдайтыны қалыпты жағдай деп ойлаймын. Мен де мысалы камераның алдында қазір отырып, әжептәуір алаңдап, уайымдап отырмын, қобалжып. Мына жерде өзім айтып отырған нәрселер маған да қатысты. Сол үшін де камералардан қатты қорқа берудің қажеті жоқ. Сіз тіпті одан қорқып тұрған күннің өзінде өте бір қарапайым кеңестерді ұстаныңыздар. Яғни эмоциялармен күліп, жақсы нәрселер туралы айтқан кезде күлімдеп, яғни қатты беріліп кетпеу керек әрине эмоцияға, бірақ сонда да эмоцияларды белгілі бір деңгейде көрсету керек. Яғни түріңіз қатып қалған күйде болса, ол ақпарат дұрыс қабылданбауы мүмкін. Тіпті ол 3 минуттың ішінде де өте маңызды нәрсе. Жалпы видео питч деген сіздердің презентациялық жұмысыңыздың соңғы кезеңі ғой. Өйткені сіз бұған дейін өте үлкен еңбек еттіңіз, өте үлкен жол жүріп өттіңіз.
Сіз бұл өзіңіз жүріп өткен жолдың құндылығын және маңыздылығын сыртқы аудиторияға көрсете білуіңіз керек қой. Сол үшін де сіздер өздеріңіздің қызығушылықтарыңызды бұл мәселелердің шешімімен осы камералар арқылы көрсетуге тырысуыңыз керек. Бұл қатты қиын да емес. Ол үшін сіздер одан жай ғана қорықпауға тырысыңыздар. Және де өздеріңіз жасаған еңбекті мақтан тұтып сөз сөйлеуіңіз керек. Сол арқылы соны көрсетсеңіз, сіздердің яғни осы видео-питч барысында жұмысыңыздың нәтижесін осылайша таныстыра аласыз. Жалпы мен маркетингте істеп жүргендіктен мен әртүрлі бейнероликтер түсіремін, яғни видео түсіру дегеніміз өте бір алаңдатарлық процесс. Өйткені көптеген мәселелер ойлағандай немесе ойдағыдай болмай қалуы мүмкін, иә. Мүмкін сіз бір экология туралы жоба жасап жатырсыз және күн түсіп тұрған көшеде шығып видео түсіріп тұрсыздар. Жалпы өзіңіз мысалы түсірілім барысында күн шығып тұру керек болды, бірақ сізде шынайы өмірде жаңбыр жауып тұр, жаңа жоспарыңызды өзгерту керек болады. Әрдайым сіздің жоспарыңыздағыдай бола бермейді. Ауа райы болуы мүмкін, ол біреу ауырып қалуы мүмкін, өзіңіздің жоспарларыңызды бұзатын осындай басқа да жағдайлар көптеп орын ала береді өмір болғандықтан. Innovation жобаларының аясында ғана емес, жалпы фильм түсіріп жатқан кезде немесе жарнамалық ролик түсіріп жатқан кезде де өте үлкен бюджеті бар. Мұндай жағдайлар орын алады. Біреу реквизитті жоғалтып алды, біреу ауырып қалды, біреу басқа адреске кетіп қалды дегендей, басқа мекен-жайға. Сол үшін де бұған қатты қобалжи бермей, бұл нәрсеге дайын болу керек. Тіпті сізде өте керемет фреймдардың көптеген саны бар болса да, сіздердің ең басты мақсаттарыңыз осы нәрселердің барлығына дайын болу. Онсыз да сол алаңдатарлық түсірілім барысында бұл нәрселерді ұмытпауыңыз керек. Мен бұл нәрсе туралы өте бір тиянақты және толыққанды айттым деп ойлаймын. Өйткені мен өзімнің жобаларымның түсірілімдерінде де болатын жағдайлар бар. Мен жаңағыдай бұл нәрсеге дайын болу керек деген сияқты нәрсені айтып отырмын сіздерге мен. Бірақ әрине ол мүмкін деп 100%-ға мүмкін деп ойламаймын, бірақ түсірілім деген өзі сондай процесс. Және де одан кейін сіздердің материалдарыңыз түсіріліп болғаннан кейін сіздердің сторибордтарыңыздың фреймына сіздерде бірнеше дубль ғана болуы мүмкін, иә. Немесе көптеген дубльдар болуы мүмкін. Біреуі көзін жұмып қалды, біреу жүгіріп өтіп, машина сиренасы бар, жанынан өтті дегендей сондай жағдайлар болған болуы мүмкін. Осы шикі материалдардың барлығын жинақтап, сіз бір дайын ролик жасауыңыз керек. Жалпы сіз өзіңіз көрсеткіңіз келген нәрсені жаңа айтқанымыздай жоспарыңызға қайта оралып, жинақталған және түсірілім деректерін дайын бейнеге айналдыру керек. Жалпы видеомонтажға жеткілікті уақыт қалдыру керек. Өйткені бұл техникалық тұрғыдан өте әжептәуір көп күш-жігерді қажет ететін шаруа. Екіншіден, бұл монтаждау барысында барлық нәрсе дайын болды деген жағдай ешқашан орын алмайды. Сол үшін де сіз өзіңізді тоқтата білуіңіз қажет. Сол үшін де менің кеңесім сіздерге, сіздердің яғни мінсіз емес, бірақ көбінесе сіздерге ұнап тұрған осындай видео үзінділерін таңдап алып, сосын шамалап сториборд немесе сценарийге сәйкес оларды түсіріп шығу қажет. Сіздер процесс барысында мүмкін ойлауыңыз мүмкін, мына нәрсе мынадан кейін жүру керек, немесе мына одан да кейін жүру керек дегендей мәселелерді ойлана бастауыңыз мүмкін. Жалпы бұл нәрсенің барлығын жасаған кезде, жаңағы сіз жасаған күннің өзінде сіздің алаңдаушылығыңыз немесе сенімсіздігіңіз ешқайда кетпейді. Өйткені жаңағыдай бұдан да жақсырақ нәрсе жасауға болады деген сезім сіздің ойыңызда бәрібір де қала береді. Сол үшін де сіздерге берер кеңесім ең жеткілікті деңгейде қажетті нәрселерді тауып,
Содан кейін барып өздеріңізге мүмкіндік болған жағдайда әртүрлі стильдерді тексеріп көру, сынап көру, әртүрлі шығатын жазбаларды қарап көру, немесе әртүрлі үзінділерді басқа реттілікпен қосу. Содан кейін ең аз болған яғни жалпы сіз осы 10 күн бойы мысалы түсіріп оны монтаждап жасап болғаннан кейін жаңа өзіңіздің сценарийіңізге мүлдем ұқсамайтын болса, сізде алдыңғы версиялардың барлығы сақталып тұруы қажет. Қайтадан оны реттеп, соңғы нұсқасын да өзгерте алатындай сол арқылы. Осылайша 6 кезеңнен кейін сіздер оны жетінші кезеңге келе аласыздар. Сол өзіңіздің питчіңіз бойынша жасаған жұмысқа жұмысты мақтан тұта алатындай жағдайға жетуіңіз мүмкін. Сол арқылы сіздердің барлық жұмысыңыз соңына қарай жақындағанда, одан әрі мақтаныш сезімі сізді кернеуі мүмкін. Бұл жерде біз 6,5-нан астам кезеңді айттық деп айтуға болатын шығар. Питч туралы айтқан кезде біз жалпы ақпараттың барлығын жинаймыз. Одан кейін екіншіден редакциялаймыз хронометражға сию үшін. Үшіншіден сценарий жасаймыз шамалап. Одан кейін оны сторибордта бейнелейміз. Бесіншіден ол түсірілімге кірісеміз. 6 ол монтажда ең сәтті болған дубльдерді бірінен соң бірін қосамыз, және де бізге қалатын уақытта оны кішкене сәндеп, көркемдеп, элементтермен толықтырып кете аламыз бізге, немесе сіздерге сіздің видеоңызды жақсартады деген әсер қалдыратын. Енді біз үшінші немесе төртінші слайдта болған нәрселерге қатысты кетейік. Жалпы сіздің видео питчіңіз тағы не істеу керек осы формалды ережелерге сай болу үшін, формалды талаптарға сай болу үшін? Кімнің кері байланысын алғыңыз келеді дегендей. Жалпы үш негізгі нәрсе бар. Контент, яғни бұл роликтің контентіне, яғни бейнебаянның контентіне қатысы жоқ. Бірақ өте маңызды болуының себебі сізде бұл мәселені шешу жақсырақ қолыңыздан келді, маңыздылықтарына бөлу арқылы. Екінші осындай топ ол назарын аудару, иә, адамдардың. Мысалы, сіздердің питчтеріңізді оған бұл видеолардан бұрын және видеолардан кейін басқа да видеоларды көретіні түсінікті болған жағдай, адамдар сол үшін де барлық видеолар бір-біріне ұқсайтыны да сөзсіз. Ол жағдайда қандай да бір нәрсемен таңғалдыру үшін не істеу керек? Ұқсас форматтағы видеороликтарды, яғни бейнебаяндарды бір-бірімен байланыстыру үшін. Яғни біздің мақсатымыз ол көрермендердің назарын өзімізге аудару. Біз үш негізгі әдістер туралы айтамыз. Бұл нәрсені жалпы адамдар көптеп қолданады, мысалы жарнамада адамдар назарын аудару үшін, өйткені жарнамада да ол өте маңызды рөл ойнайды. Кітаптарда, журналдардың мақалаларында, жалпы питчтер тұрғысынан өте маңызды, бірақ видео питчтердің ішінде де оның маңыздылығы зор. Аудиторияға белгісіз болған бір фактіні айтуға болады. Мысалы, сіздің жобаңыз немесе сіздердің шешіп жатқан мәселелеріңіз денсаулық сақтаумен байланысты болса, мысалы, ол фактілеріңіз мендегідей болмау керек, әрине, бірақ ол сіздің мәселеңізбен байланысты болуы керек. Сол арқылы өзіңіздің түсірілімдеріңізді орындайтындай. Жалпы біз мысалы бас жағында назарды аудару керек деп айтамыз ғой, бірақ орта жағында да кішкене адамдардың назарын қайта өзіңізге бұрып алу мүмкіндігін қарастыру керек. Егер де сіз бір нәрсе туралы өзіңіз зерттеулер барысында анықтаған, онда ол Шакира. Жалпы мына жақта айтып жатқан нәрсем, сіздер өздеріңіздің жобаларыңызда әртүрлі
фактілерге жолугуңуз мүмкүн го, ар түрдүү нерселер тууралуу. Сиздин өзүңүздү кызыктыратын, мисалы ата-аналарыңызды, досторуңузду немесе коршогон адамдарыңыздын арасында кандайдыр бир маңыздуу нерселерди атап өтсөңүз. Мисалы, жарты адам әлемде өмүр сүрөтүн жарты калк санын кызыктыратын ошондой бир акпараттар менен бөлүшсөңүз болот, Бул нерсе дегенибиз адамдардын назарын аударууга көмөктөшөт. Өйткөнү бул нерсени көрөтүн адам таң калат, Содан кийин ушул таң калгандан кийин онун назарын сиз өзүңүзгө аудардыңыз деген сөз. Содан кийин өзүңүздүн акпаратыңызды берип кете аласыз. Риторикалык сурак деп айтабыз, немесе карапайым бир тапшырма болуу мүмкүн, сиздин аудиторияңызга берип отурган. Мисал иретинде айтатын болсак, сиздер көп космонавт айелдерди билесиздерби, немесе көп гаалым айелдерди билесизби деген сыяктуу сурак коюу аркылуу дәл азыр өзүңүздүн 3 физик айелдердин эсимдерин түшүрүп көрүңүз деп сурак коюңуз мүмкүн. Сиз осундай суракты эстегенден кийин көрүп отурган адамдар видеону дәл осы нерсени істей баштайды. Яғни 3 айел физикти эсине түшүргүсү келеді. Ал эгерде физиктер болмаса, оларга әрине бирден эсине түшүрүү оңой болмас. Осылайша сиздер өздеріңіздің мәселелеріңіздің маңыздылығын атап өте аласыздар. Бұл негізінен эмоциялык әдістеуге болатын шығар. Осындай эмоциялык нәрселерді қосуда маңызды белгілі бір деңгейде. Өйткені кандайдыр бир зерттеудің нәтижесіне келген кезде, мысалы 60% окуучу кыздар бирде бир физик айелдің атын атай алмайды. Бұл аргумент өте жақсы әрине, бірақ 50-60 деген ол көп пе, аз ба деген сияқты бастары қатып кетуі мүмкін. Олар мысалы өздері де бірден сұрақ қою арқылы олар жауап бере алмайтынына көз жетсе, бірден ол адамдар таба алмайтынында ол да олардың назарын аударат деген сөз. Және тағы бір нәрсе, ол контраст айтып отырған болсақ, жас аналардың ішінде мысалы экранды екіге бөлу арқылы, мысалы кішкене күрделірек монтаж болғанымен, оның шешу жолдары да бар. Мысалы тайм менеджменті бұзылған адам болса, ол әрдайым кешігіп жүретін болса, ол 15 жұмысты бір сәтте орындап жүруге тырысады, бірақ ешқайсысына үлгермейді дегендей болсын. Сол үшін де оған көмектесу үшін біз мысалы күнтізбе жасап бере аламыз, оның телефонда келесі жұмыс қандай екенін есіне салатын осындай қызмет бере аламыз ғой, асығып жүрмейтіндей ол адам. Яғни бұл адамды біз әртүрлі жағдайларда дәл сол адамды көрсету арқылы контраст ретінде біз оның, яғни ол үшін сіздің қосымшаңыз қаншалықты маңызды екенін, және де бұл мәселені шешуде сіздің қосымшаларыңыздың маңыздылығы қаншалықты зор екенін осылай контраст мысалдар арқылы көрсете аласыздар. Және де бұл өте үлкен эмоциялық әсер қалдырады көрермендерге. Келесі топ ол эмоциялық қатыстылық, және де біріншісіне де қатысты. Жалпы бұл эмоциялық категориялар бір-біріне өте ұқсас. Бұл негізінен роликтің, яғни видеоның бас жағына қатысты ойлар шығар. Сіздердің сценарийіңізге әрине көп нәрсе байланысты. Ол жеке әңгіме болуы мүмкін, жеке оқиғаларды бөліс. Мысалы, мен 6-шы сыныпқа өткен кезде дәрігер болам деп шештім, одан кейін айтишник, яғни IT саласының маманы болғым келді деген сияқты. Осындай өзіңіздің жеке тәжірибеңізбен бөліссеңіз болады, өмір жағдайыңызбен туралы. Бұл мәселелерді шешу барысында, яғни сіз оны жайдан жай таңдаған жоқсыз, сіз оның артында бір әжептәуір бір жағдай бар, өзіңіздің жеке бір мәселелеріңіз бар деген сияқты осындай нәрсені көрсете алсаңыз, онда көрермендерді сол арқылы жақсылап қызықтырып алуға болады. Мысалы, өзіңіздің ғана жеке жағдайыңыз болуы мүмкін, немесе бұл өнімнің маңыздылығын атап өтетін, бұл мәселені шешуге қатысты бір басқа адамдардың мысалын көрсетсеңіз болады. Мысалы, тайм менеджментке қатысты бір өзіңіздің құрбыңызды танытып көрсетсеңіз болады. Оның аты Настя болуы мүмкін. Ол мысалы емтиханға дайындалып жатқанын көрсетіп, ол өзінің денсаулығын күтіп жатпай, өзінің қант деңгейін жалпы
карамайтын адамды көрсетип, және де оны ушул Настя секилди жагдайда 70% студенттер болуу мүмкүн дегендей акпаратты берсеңиз, бул маселени шешүүдүн маңыздылыгын осулайча атап өтесиз. Мага унай бермейтин, бирок көп және жиі кездесетін әдіс бұл жерде әдейілеп қандай бір цитатаны іздеу қажет емес, бірақ сізде онсыз да ол цитата белгілі болса, бұл жағдайға қатысты, иә, онда оны әрине қолдануға болады. Жалпы мен оны қатты ұната бермесем де бұл әдісті, мен бірақ сіздерді ол нәрседен қайтармаймын. Оны сіздер қолдансаңыздар болады. Қандай да бір мысалы бір ұлы тұлғаның айтқан сөзі болса, иә, нақыл сөзі, онда сіз оны өзіңіздің ұжымыңыз тұрғысынан өзіңіз немесе басқа да бір зерттеуші ғалымдардың сөздерін келтіріп кетсеңіз болады. Жалпы бұл кішкене сөзіңізді көркемдеуге мүмкіндік беретін жағдай. Және де ұжымдарыңыздың да қолынан бұл нәрсе келеді деген ойдамын. Яғни эмоцияларды көрсету, білдіру, ол туралы жаңа да айттым. Мысалы қызығушылық және де өзіңіздің істеген жұмысыңызға деген мақтан тұту сезімі. Яғни оны біз таныстыра білгеннен жақсырақ көріну. Жаңа түсірілім деген категорияда болды ол. Қызығушылық көрсету маңызды. Бұл мәселе не үшін сіздің ұжымыңызға маңызды? Сіздер үшін жалпы бұл жеке қандай да бір қатыстылығыңыз бар ма бұндай мәселеге? Мүмкін сіздер бұл мәселені таңдаған да шығарсыздар, немесе бұған не үшін қосылдыңыз, өзіңіз бастамасаңыз да бұл мәселені қозғауды. Бұл видеопич үшін өте маңызды нәрселер. Жалпы өнімдерді пайдалану мысалы тұрғысынан сіздерде дайын прототип болуы мүмкін. Сіздер оны видеода көрсете аласыздар, адамдар оны сіздердің өнімдеріңізді қолданып жатқанын және де олардың өмірлері жақсарып жатқанын көрсете аласыздар. Эмоцияларды білдіру нәрсесін жалпы сіз өздеріңіздің көрермендеріңізге бересіз, және де олардың өмірлеріне қаншалықты бұл маңызды болуы мүмкін екенін сол арқылы көрсете аласыздар. Және де үшінші пункт менің ойымша тағы бір маңызды нәрсе, мен бірнеше рет айтып кеттім, сенімділік және жалпы мақтан сезімі қаншалықты маңызды. Сіз өзіңізге өзіңіз сенімді болғаннан бөлек, оны сіз жалпы дұрыс шешімді ұсынып жатырмын деген сияқты нәрселерден бөлек, сіздердің шешімдеріңіздің әртүрлі даму жолдары бар екенін көрсете аласыздар. Яғни мынандай да мынандай функционалы бар қосымшаны ұсынып отырсыз, мынандай да мынандай деңгейде оны шешуге көмектеседі дегендей. Және де одан кейін сіздер қаншалықты ұзаққа сіздердің өнімдеріңіз жете алады дегендей. Мен әрдайым тайм менеджмент туралы не үшін айтып отырғанымды түсінбеймін бүгін, бірақ жалпы бұл тайм менеджментті жасанды интеллект арқылы яғни мәселелерді және шаруаларды үйлестіру. Содан кейін яғни даму аймақтары бұл қосымшаның ішіне тек қана күнделікті жағдайларды және шаруаларды ғана қосу емес, ұзақ мерзімді жоспарлауды да ұсынуға болады, сондай қосымша арқылы. Мысалы, оның әдеттерін есіне түсіру деген сияқты әртүрлі рөлдерде қолданылуы мүмкін, қосымшаңыз. Егер де сіздің идеяңыз өте бір өзекті және де қызықты болады деген ойда болсаңыз, онда бұл шешіммен әрдайым 100% дайын, яғни 100% оған риза бола бермесеңіз де, жалпы сіз қандай бір белгілі бір кезеңмен жұмыс істеген кезде, онда сіз өзіңіздің ойыңызда қандай да бір келесі қадамдарды білесіз деген сөз, иә. Сол арқылы сіз өзіңіздің мәселеге шынайы түрде қызығатыныңызды көрсете аласыз. Және де біздің соңғы слайдымызға жеттік. Бұл питчті түсіруге дайындық чек-листі. Жалпы бұл жерде өте көп пункт бар екенін
білемін, бұдан қорықпасаңыз деймін. Мен оларды азырақ және кішірек пункттарға бөлдім. Және чек-листтардың ішінде көбірек растау белгісін қою арқылы тезірек жылдам түрде көрсетіп шықсам болса чек-лист. Жалпы сіздер осындай чек-листтерді өздеріңіз де қолдана аласыздар. Және де осының көмегімен сіздер осындай түсірілімге дайындала аласыздар. Жалпы бірде-бір кезең тасталып кетпеген екеніне көз жеткізе аласыз, және де түсірілім барысында оны анықтағаннан гөрі оны алдын ала тексеріп осындай чек-лист дайындағаныңыз әлдеқайда ыңғайлырақ. Жалпы түсірілімге дайындалу үшін не істеу керек? Жалпы сіз өзіңіздің мәселеңізді бір ғана сөйлеммен сипаттауыңыз керек. Ол сөйлем бір жерде жазылып тұру керек. Жалпы ол сөйлемде ең негізгі маңызды ақпарат берілген. Жалпы сіздің өзіңіздің шешіп жатқан мәселеңіздің маңыздылығын осылайша атап өте аласыз. Және де өте бір қысқаша түрде өздеріңіздің шешімдеріңіз берілуі мүмкін. Бұл мәселені шешуге өздеріңіздің оқыған зерттеулеріңізді айта аласыз. Өздеріңіздің жеке әңгімелеріңізді, жағдайларыңызды сипаттап кете аласыз, жаңа айтқанымдай. Одан кейін барып рационалды және рационалды емес құжаттарды қарастырасыз. Мүмкін сіздер өздеріңіз оқыған немесе өзіңіз өткізген зерттеулерді өз питчтарыңызға қосу мүмкіндігін қарастыруға болады. Мысалы, сіздерде 112 зерттеу, сіз білетін жалпы зерттеудің ішінен сол 117-нің ішінен мысалы біз барлығына ұнайтын өздеріңіздің роликтеріңізде барлығыңызда видеоларыңызда барлығына ұнайтын нәрсені қамти аласыз. Жалпы нарықта да басқа да жерлерде өзінің өзектілігін осылайша көрсете алады сіздің өніміңіз. Бұл технологиялық шешімдерді не үшін таңдадыңыз дегендей, және де бұл қосымшаның жұмыс істеу қағидаттары қысқаша сипатталуы керек. Мысалы, біз достарымызға немесе таныстарымызға, мысалы, мен өзім әжеме телефонды қолдануды үйреткенмін. Сол сәттен бері мен қаншалықты адамға бір нәрсені түсіндірудің қиын екеніне көзім жетті. Сіздің өзіңізге ол оңай болып көрінсе де. Жалпы мына нәрсені басасың, мына нәрсені істейсің деген сияқты ондай қысқаша айту өте қиын мақсат. Және де сіз оны тек қана көрсете алатындай ғана емес, сіздерде ол жерде жұмыс істеу принциптері көрсетілетін, яғни қағидаттары. Жалпы ұнайтын, ұнамайтын әдістерді таңдап алсаңыз, яғни роликтердің қайсысы, яғни видеолардың қайсысы сізге ұнайтын, ұнамайтынына негізделе отырып, яғни алғашқы сценарий болу, одан кейін хронометраждың негізінде роликтерді, видеоларды яғни қарап шыққаннан кейін өзіңіздің жеке әңгімеңізді, жеке жағдайыңызды айтып, цитата немесе адамдарды таңғалдыратын фактпен бөлсеңіз болады, иә. Яғни билбордтар, басқалар, кімнен кейін, яғни алғашқы монтаж жасаған кезде сіздер өздеріңізге қажетті болған нұсқаны таңдап, барлығын орын-орнымен қойып, жайғастырып, өздеріңізге қажетті болған бірнеше секундты, мысалы, мына жақтан алып тастап, мына жақтан қосып дегендей сондай монтаж жасап болғаннан кейін сіздің ролигіңіз, яғни видеоңыз дайын, содан кейін сіздер питчинг жасауға дайынсыздар. Енді мына жерде чек-листте менің презентациям да аяқталады. Енді мен презентацияны таратуды тоқтатамын және сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Мен Q&A, яғни сұрақ-жауап айдарынан көріп тұрмын. Питчті өзіңізге назар аударатындай қалай бастауға болады деп. Мен кешірек қосылдым. Егер де айтып қойған болсаңыз, кешірім сұраймын. Слайдтар бар, ол туралы айтылған. Бұл жердегі ең негізгі және маңызды нәрселердің бірі ол. Мына нәрсені түсіну. Әрбір бейнеде, яғни әрбір видеода, әрбір ұжым осы әдістерді қолдануға тырысады. Әрбір 3 минут сайын қандай да бір
эмоциялык кызыктыратын истер болуу мүмкүн, кандайдыр бир жеке әңгимелер болуу мүмкүн. Сол колдануучулардын эң маңыздысы бул әдистерди колдануу үчүн олардын назарын аударуу. Аа, Және олар өте сиз чечип жаткан маселеңиз менен тикелей байланыштуу болуу керек го. Сол үчүн да аа, жай гана былай өтө бир айкайлап турган бир такырып коюу эмес, кандайдыр бир өтірік эмоциялык байланыш болсун деген ой менен коса салуу эмес. Өйткөнү бир нече питчтерди көрүп жүргөн адамдар көрүп жаткан болса, мисалы өтө бир креативдүү, яғни чыгармачыл жарнама түсүрүү барысында өтө касыпкой адамдар өзүнүн мамандары истеген кезде, ол жарнамалар биринен соң бири көрүнүп жаткан кезде, анда бешинчисине келген кезде анда кандайдыр бир креативдик уже яғни креативди байкамайтындай жагдайга жетесиз. Бул нерсени сиз баарынча шынайы түрдө көрсөтсөңүз болот. Типти эң тиімді спецэффекттердин өзү оны көп көрө берген сайын сизге эч кандай әсер калтырмайтындай жагдайга жетүү мүмкүн. Сол үчүн да сиздерге өзүңүздүн жекелеген адисиңизди колдануу сол үчүн да маңызды. Эгерде сиздер оны жалпы бул бир накты жабап болмаса да, өкүнүчкө карай менде накты бир жабабым болсо, әрине мен де бир китап жазар медим, болсо дәрістер мен әр жерлерди аралап, стадиондар жинайтын бедим, бирок әрине ар ким өзүнүн жабабын өзү тауып көрүү керек, издеп көрүү керек эң болмаганда. Осы жобалар менен айналысуу барысында жалпы өтө көп убакыт бою ужумдарыңызда жумус иштеп жатсыздар го. Мүмкүн сиздерде кандайдыр ол сиздин чечимиңиздин сапасы, сиздер тандаган маселенин маселенин барысында мүмкүн сиз адамдын көрөрменди жылата алмасаңыз да, сиз жалпы эч кандай да эмоциялык адистерди колдонбосоңуздар да болот. Сиздин кошумчаңыз калай жумуш істейтинин накты анык көрсөтөтүн болсаңыз, ол да иске ашуу мүмкүн. Жалпы эмоциялык тургудан байланыс орнатсаңыз, анда натыйжасы сәл оңайыраак көрүнүшү мүмкүн. Бирок әрине сиз ол нерсени ойлоп жатпаган болсаңыз, оны кичине калтырып кетсеңиз де болот. Сиздин питчиңиз одан бирден начарлай түспөйдү, сиздердин жобаларыңыз одан начарлай түспөйдүнү абден анык нерсе. Жалпы питч видеону бир адам түшүрсө болодума? Мен бирөө жооп берип жатканын көрүп турмун. Берип жаткан жоопду. Анда мен аны бул суракты өткүзө турайын. Ол жакта жооп пайда болмаса, анда мен бул суракка ораламын. Барлык pitch видеону storyboard'да жасоого болому? Және де анимацияларды салууга болобу? Түспөөгө, яғни түсүрүлүмгө катышпаган. Менин оюмча формалдуу эреже бар сыяктуу, бирок андай болмаган күнүн өзүндө эң сиздин кызыгуучулугуңузду көрсөтүү осы камеранын алдында түшүрүп орун алады го. Осылайша сиз өзгө осы нерсенин канчалык маңызды экенин көрсөтө аласыз. Technovation деген бул тек гана жобалардын жобаларга арналган сайыс эмес, осы ужумдарга арналган сайыс деуге болот, Олар өздеринин ар түрдүү чечимдерин сунатындай адамдарды дамытууга арналган жоба го. Сол үчүн де барлыгын сүрөтүн салып эмес, өзүңүз катышуу аркылуу өзүңүздүн әңгимеңизди, яғни жагдайыңызды айтуу аркылуу адамдарды тартуу. Жалпы видео питчпен және шынайы өмүрдө жалпы сиздерге бир сиздер
жалпы бул жердеги формат, осы видео пич форматы сіздерге біріншіден бір мүмкіндіктер бергенімен, бірақ шынайы жағдайда айтып жатқан кезде сіздер видео пич барысында сіздер оны сіздің өзіңіздің тұтынушыларыңызды, қосымшаларыңыздың, мысалы сіздер егде жастағы ата әжелерге арналған қосымша сіздерде, онда сіздер оны жеке питчтің тұрғысынан жасай аласыз. Яғни сіздер оны жай ғана сипаттап қана қоймай, шынайы адамды, шынайы қолданушыны көрсеткенде бұл қолданатын, онда оның әсері көп болады. Мүмкін осы формат тұрғысынан ең басты айырмашылық, сіздер осы питчті шынайы өмірде питчпен айналысқан кезде ұқсайтын нәрселер бар. Әрине, сіздер сценарий жазасыздар, оны редакциялайсыздар, оны айнаның алдында тұрып қайталайсыз. Одан кейін шынайы митингке барған кезде оны талқылайсыз. Содан кейін талқылаудан кейін, питч жасағаннан кейін бітеді сіздің видео питчіңіз. Мысалы, бір белгілі бір уақыт өткеннен кейін дайын болады, иә. Оның платформаға салынбастан бұрын, төрешілерге жіберместен бұрын, яғни. Осы уақыт бойы осы питчтің ішінен бір нәрсені алып тастау ойы келеді, бірақ ол питчтер сіздердің түстеріңізге кіретін сияқты деп айта аламын соңғы күндерінде сайыстың. Өйткені оның әртүрлі ерекшеліктері бар, әртүрлі мәселелері бар, ол нәрсені сахналарды өзгертуге болатын еді деген осындай ойлар келе бастайды ғой. Шынайы питчте сіздер оны жай ғана көрсетесіздер ғой, презентациямен. Ал видео питчте әрине ол жерде көбірек формат сыйғызуға болады. Сол үшін де оның ішінде көбірек нәрселерді өзгерту ниетіңіз болуы мүмкін, бірақ әрбір қандай форматта болсын питч, аудио формат болсын, ол жердегі мақсат өзгермейді. Сіз өзіңіздің жасаған нәрселеріңіздің барлығы орынды болғанына көзіңізді жеткізу. Менің ойымша, мен барлық сұрақтарға мен жауап берген сияқтымын Q&A-ға. Және менің өзім жауап бермесем, менің орныма да жауап берілген сияқты барлықтарға. Онда мен тағы чатта да көре аламын ба сұрақты? Чатта да жүрекшелеріңізді көріп отырмын. Барлығыңыз келіп қатысқандарыңызға рахмет. Мен аяқтай алатын сияқтымын. Мен жалпы презентацияны қалай аяқтайтынымды сұрауды ұмытып кетіппін, бірақ мен Дәурен мені құтқарады деп сенемін. Иә, көп рахмет, ата. Керемет. Барлығыңызға көп рахмет қатысқандарыңызға. Осы барлық дәрістердің барысында және де барлығыңызда керемет видео питчтер болатынына сенімдімін. Финалға өте аз уақыт қалды. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Жақын арада мен сіздердің көпшілігіңізбен офлайн форматта да кездесетін сияқтымыз. Және де бірінші кезекте осы ұйымдастырушыларға айтқым келеді, Өзбекстанның және Қазақстанның барлық қатысушыларға рахмет айтқым келеді. Осы технологиялық жолмен жүріп келе жатқан және де осылайша аяқтасақ болады деген ойдамын. Дәуренге қосыламын. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Техновейшнға көп рахмет бар болған үшін, осы керемет жоба үшін бізге қатысу өте ұнайды. Көп рахмет. Презентация мен жазбаларды ұйымдастырушыларға жіберетінімді тағы да қайталай кетейін. Енді олар сіздермен оны бөлісетін болады. Барлығыңызға кеш қайырлы болсын және сау болыңыздар.